Бір кеште Айша мектептен көңілсіз оралды. Бүгін сыныптастары оның суретіне күлген еді. Сен суретші болмайсың деген сөздер оның жүрегін ауыртты. Ол сабақтан келген соң төсегіне барып жылаумен болды. Себебі оған сурет салу қатты ұнайтын еді. Кешке атасы жағдайын біліп оны жұбатты. Атасы оған әңгіме бастады. Адамдар сенің үмітіңді үрлеуі мүмкін, бірақ оны қайта жағу өз қолыңда, қызым. Мен де сен сияқты суретші болуды армандадым, бірақ менің қорқынышым өз арманымды мына шам сияқты сөндірді. Басқалардың сөзі сенің болашағыңды шешпеуі керек, жаным қызым. Деп атасы немересіне өз арманы туралы айтты. Атасы немересінің суреттерін көрді. Бірақ Айша терезеге қарайды. Сыныптастарының күлкісі есіне түседі. Егер қайта мазақ етсе ше? Басқалар өрлейді, бірақ сен өзің жаға аласың, деп айтты. Келесі күні Айша мектепке жаңа суретпен барды. Бұл жолы ол қорықпады. Мұғалімі оның жұмысын мақтады. Оқушыларда оның суреті тамсанды. Айша түсінді, оның болашағы тек өз қолында екенін.